Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен бүгінгі таңда аман есен көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Сіздерге де бүгінгі таңның қайыр берекеті болсын деймін. Сіздерге бүгінгі айтайын деп тұрған лайфхагым кез келген істі жүйелі, нәтижелі, 2 емес 3 есе нәтижелі жасаудың құпиясын, лайфхагын, миыңызды дағдыландыруды айтайын деп отырмын. Жалпы шапшаң ойлауға, ісіңізді тез бітіруіңізге, энергияңызды бойыңызға сақтауға көмектесетін бұл мықты техника деп айтайын. Қазір техника деген мода болды ғой өзі. Қазіргі оның ең қарапайым жолы, сіз миыңызды дағдыландырып бастайсыз. Пайғамбарымызға салауат айту арқылы, аффирмация айтсаңыз да болады. Қазір көп, өйткені оның барлығы сіздің сенімділігіңізді арттырады. Бойыңызда сенімділік артқан адам кез келген нәрсеге шаршамайтын болады. Ойы ұшқыр болады, дамуға деген, кез келген нәрсе жасауға деген ықтиярлығы, құштарлығы жоғары болады. Мен жалпы салауат айтам, салауатпен қосып зікір айтам үнемі, Алланың 99 есімін үнемі айтып жүретін боламын. Өйткені салауаттың жалпы біз білетін 180 түрлі пайдасы бар дейді. Одан да бөлек қаншама пайдалары бар. Алланы үнемі зікір ету сізді қорқыныштардан, бәле-жаладан қорғайды. Алланың 99 есімін айту арқылы дұға жасау әлдеқайда дұғаңыздың тез қабыл болуына себеп деп айтады. Сондықтан мен Аллаға айтқан кезде осыны былай істеймін. Адамдар жаңа салауат қана айтып, зикір-матикті басып жүретін болса, мен салауат айтам, оған қосып астағфиралла деп Алладан кешірім сұраймын, и әл-ғани деген есімін қосып айтамын. Байытушы немесе салауат айтам, кешірім айтам, и әл-муғни деген есімін қосып айтам. Осылай бір уақытта, мысалы, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад астағфиралла әл-муғни деп осылай бір рет басам, екінші рет тағы солай, үшінші рет тағы солай басам. Ал үйдегі ісіме келген болсам, мысалы, түстік асқа плов жасағым келетін болса, етін, сәбізін, сарымсағын сразу үшеуін бірге алам, ашып, дайындап, турап, қазанға салып, бұқтырып, ол қайнап қуырылғанша жаңағы керектенген ыдыс-аяғымды жуып тастаймын, и оны бір қуырып, қайтадан су құйып бұқтырғанша уже күрішімді жуып аламын. Солай жүйелеп істеймін. Ал жүйелеп істеген кезде сіздің әлдеқайда уақытыңыз үнемделеді. Бірінші, екінші, энергияңыз бойыңызда қалады. Үшінші, сіз келесі бір істі жасауға мүмкіндік табасыз. Бұның тағы да қандай пайдасы бар? Жоспармен жүруге үйренесіз. Жоспар құрған кезде адам бір нәрсеге бет алғанда, бір нәрсені істеуге ниеттенген кезде бүкіл әлем сіздің жоспарыңыздың орындалуына жұмыс жасайды деп айтады екен. Ал жоспарсыз жүрген кезде сіздің просто үйде жатуыңызға көмектеседі деген сөз. Сондықтан бұл 3 есе әр ісіңізді тездетуге, нәтижеге жетуіңізге, миыңызға шапшаң ойлауыңызға, энергиямен жүруіңізге және үнемі кез келген іске уақыт табуыңызға өте пайдалы лайфхак. Сондықтан біліп жүріңіз, жасаңыз, өміріңізге қолданыңыз, қажетіңізге жарасын. Тіпті таңертең тұра алмай жүрген болсаңыз, таңғысына жазып қойыңыз. Таңертең біліп, осындай сағатта тұрам, гимнастика жасайым, ыстық су ішем, медитация тыңдаймын деп, сізге міндетті түрде біреуін болмаса біреуін жасауға мүмкіндік тудыратын әрекеттер, ойлар сіздің ойыңызға келеді. Просто ұйықтап жатпайсыз. Сондықтан жүйелеуді үйреніңіз. Ісіңіз жүйелі болған кезде өміріңізде өнімділік, ісіңіздің, жұмысыңыздың өнімділігі әлдеқайда жоғары болады. Біз ештеңені жоспарламаймыз, ештеңені жәнегі просто ойлап жүргеніңізден әрекет жасағаныңыз әлдеқайда ұтымдырақ. Әрекет. Бір есе емес, 3 есе жасасаңыз, 3 есе пайдасын көресіз. Менен осындай пайдалы лайфхак.